уже аузы мұрнынан тасып жатыр, Шымкентке сыймай жатыр. Короче, басқасында өзі жүреді, қашап тұрып бұзасыздар ма алып қойып үйін. Халыққа сөйлесу, келісу жағынан қашады. Не деген жер ол 500 миллион тұрады? Жермен бірге есептегенде бір 4 миллиард қаражат керек. Как бы 10 соттығы 60 миллион деген сияқты ғой. Иә. Бүйтпше қипақтанбайша нақты айтсаңыз қанша теңгеден сатамыз? 500-ден сатамыз. 500-ден сатамыз. 500. Мынау 25 миллион тұрады, айына 3,5 миллион алады. Құрастыруға 1,5 миллион теңге. Именно не үшін байлар қолдану керек екен соншама? Шымкент қаласы күннен күнге көбеюде. И көбейген сайын адамдардың тұратын үй қажет. Дәл қазір сол үйлерді соғатын бір құрылыс компаниясына бара жатырмыз. Ол жігіттің есімі Бауыржан Билайк компаниясы. Жалпы Шымкентте өзі күн жылы болғаннан ба, шымкенттіктер не жейтінін білмеймін. Бірақ бұл жерде движенияның отаны. Егер де сен Шымкенттен жақсы нәтиже көрсетсең бизнесте, сен Қазақстанның, даже әлемнің десем қателеспейтін шығармын, әлемнің кез келген жерінде аяққа тұрып кете аласың. Ал Шымкентте өз-өзін дәлелдей алмасаң, басқа жерде қиындау болады. Адамның көптігі соншалықты уже аузы мұрнынан тасып жатыр, Шымкентке сыймай жатыр, басқа қалаларға кетіп жатыр. Қазір енді құрылыс саласының құпияларын, ерекшеліктерін зерттеп, сол бизнестің иесінің өзінен сұрайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Көп бизнесмендер бизнесін тек қана ақша жасау үшін ғана істейді. Соның бірен сараны ғана өзінің істеп жатқан нәрсесінен ләззат алып, басқа қоғамға, адамдарға пайдасын тигізіп жатқандарына ләззат алатындары кем-не-кем. Енді бұл жерде мән беретін нәрсе менің өзім жеке ойым. Әр бизнесмен өзінің жасап жатқан жұмысынан бір ұлы мақсат, ұлы миссия табатын болса, біз әлде қайда әлемнің алдында болатынымызға сенімдімін. Бауыржан деген жігіт Билайк Construction компаниясының негізін қалаушы. Анау үлкен атын айтпай-ақ қой, компаниялардан ерекшелігі. Короче, басқасында өзі жүреді. Жалпы Баке, қанша жыл болды темада жүргенге? 7-8 жыл болды. Қанша ЖК соқтыңыздар? Өзіміз енді бастап ЖК соғамыз. Қателеспесем 4 ЖК бітейін деп жатыр, Дәл қазір қандай процесс жүріп жатыр осы жерде? Дәл қазір подвал жүріп жатыр. Делевой этаж дейді. Одан кейін бірінші этаж басталады. Бірінші этаж коммерция. Одан кейін ары қарап екінші этаж тұрғын үй. Қанша этаж болады? Бірінші қабаты коммерция, ары қарап 5 қабаты жаңағы тұрғын үй. Жалпы мен түсінуім бойынша сіздердің темаларыңыз реновация темасы. Бұл ескі үйлерді бұзасыздар, орнына жаңа үйлер соғасыздар. Бұзғанда ол өздері айта ма, бұзып бер деп, немесе қашап тұрып бұзасыздар ма алып қойып үйін. Елбасы президенттің программасы бар, жолдау реновация бағдарламасы. Сол реновация бағдарламасына іліккенбіз. Негізі бәріне есік ашық, көп компания халыққа сөйлесу, келісу жағынан қашады. Өзіміз халықпыз, прямо сөйлесіп. Ескі үйлер, баяғыда аварийный состояниесі бар, басқасы бар. Негізі оны өкіметке өзі көшіріп, басқа жаққа орналастыру тиімсіз. Сондықтан да сіздер сияқты ана кісілермен сөйлесіп, жақсы квартираға көшіріп берді. Ол енді ана мысалы өзі бұрын қанша квадратта тұруы мүмкін? 50-60 квадратта тұра ма? Қанша квадратта тұрады? Бұрынғы сынып бойынша 2 бөлмелерін 30 квадрат, 28 квадрат болады. Біздер 2 бөлмені заманға талап сай сыныппен береміз да. Оның ішінде 10 квадрат, 15 квадрат тегін кетеді. Қаражатын, ақшасын алмаймыз да. Яғни 30 квадраттан алып 50 квадрат қойып бересіздер ма? Иә. Бұрын тұрған егелеріне да. Квадратын қаншадан сатасыздар сонда? Біз оларға сатпаймыз. Біз оларға көмек есебінде тегін. Яғни сен тұрған үйіңді маған бер. Иә. Мен саған орнынан ЖК соғып беремін, соның ішінде сен бір бөлмесін алып тұрасың, бір үйінің квартирасын алып тұрасың, 50 квадрат. Бірақ уақытша тұруына біздер құрылыс барысының аяғы төлеп береміз. 1 жыл болса 1 жылға құрылысқа байлаймыз. 10 адамды көшірсеңіз 10 адамды төлеп бересіздер. 10 адамның. Өзіңіздің құрылысыңыз біткенше. Құрылысымыз біткенше. Жалпы енді қазір басқа объекттерге барамыз, Құдай қаласа. Оған дейін мықты айтатын нәрселеріңіз бар ма осы жерде? Айтатын мәселе болғанда, қазір мына көрші үй тұр, екінші. Біз қалай мұнаны қаңқасын көтереміз, бітіреміз. Алла жазса 3 айда бітіреміз деп тұрмыз. Осының қаңқасын біткеннен кейін мына келесі үйді бұзамыз. Келесі үйді қосып саламыз. Бірге бітіріп, бірге тапсырамыз. Определенный нәрселер бар ғой. ЖК алған кезде өзі класстарға бөлінеді, дұрыс па? Эконом класс, комфорт
комфорт плюс, онан кейін бизнес, онан кейін клубный деп тағы да бөліне береді. Қазір сіздердің басым назар аударып жатқан нәрселеріңіз бұл эконом класс. Комфорт ұрып жатсыздар ма, эконом ұрып жатсыздар ма? Комфорт ұрып жатыр. Ол айырмашылығы неде эконом мен комфорттың? Экономда потолок төмен болады, 2-де 7, 2-де 75, а бізде таза 3 болады. 3 болады. Детский площадка қоршалған болады. Онан кейін қазіргі заманға сай Face ID кіруі, кім тұрады бұл жерде? Сол ғана кіре алады деген. Парковочный месталары. Экономда қанша болады? Экономда 50-ге санайды. Мысалы 100 пәтер болса 50 пәтерге деп. Ал бұл жерде 100 пәтер болса 75 пәтерге. Экономда 100 квартира болатын болса, есік алдында 50 машинаға ғана орын бар. Иә, эконом класста. 100 семьяға 50 машина орын бар. Ал комфорт класста 100-ге 75 машинаға. 75, иә. Бизнесте 100%. Бизнесте 100 квартира болса, 100 машина қоятын орын бар. Аха, бизнес плюста 150 машинаға ма? Мына экран қанша тұрады? Сатып алатын болсақ, 85 миллион тұрады. Сіздер сатып алғансыздар ма? Жоқ, арендаға алдық. Қанша аласыздар арендаға? 2,5 миллион төлейміз. Айына. Иә. Қанша сағат жұмыс жасайды? 12 сағат жасайды. Қанша ай тұрады сонда? Үй біткенше. Үй біткенше тұрады, үй қанша сонда 6 ай тұра ма? 6 ай тұрса 6 ай тұрады. Сонда 3 ай тұрады. үйді 6 ай соқсаң 6 ай тұрады. 6 ай сайын 2,5 миллионнан береді. Иә. Бірақ пысықтық танытып, 3 айда бітіріп тастасаң, 3 ай төлейсің. 3 ай. Осындай керемет лайфхак бар. Кеттік па ендігі объектке? Кеттік. В общем, Баке, әр бизнесте өзінің точка несі бар, өсу точкасы да. Фастфудтарда точкасы ол орналасқан жері. Егер де сен студенттерге арналған тамақ сататын болсаң, сол районда орналассаң, сенде жақсы сауда жүреді. Ал егер де там орта классқа және одан үлкен классқа қызмет көрсетсең, сен әдемі элитный жерлерде орналасу керексің. Парковкасы кең, үлкен көліктер сиятындай. Я, ол фастфудтың өсу точкасы да. Мысалы, анау отельде, киім салондарында бұл примерка. Қалай өлшеп жатқанын, қандай совет беріп жатқаны арқылы адам сатып алады. Сіздердің бизнестеріңізде өсу нүктесі неде? Құрылыс саласында негізінде ең әуелі жердің Локацияда орналасқан жер, орналасқан жердің қандай санаттағы үй саламыз. Бірінші эконом класс па, комфорт тура келе ма, бизнес класс саламыз ба, оған байланысты біз әуелі бірінші локацияны зерттейміз. Әрине архитектура решениялары бар. Бұл жерге қанша қабатты үй салуға болады, рұқсат. Әуелі соларды шешіп аламыз. Қызыл сызықтар болады. Оларды әуелі талқылап шешіп аламыз да, сосын барып біз қандай санаттағы үй саламыз дегенде. Енді көбінесе орталықта мүмкіндігінше біздер бизнес класс салуға әрекет жасаймыз. Енді орталықта жердің көлемдері қысқа болады ғой. Кең жер жоқ. Қымбат болады. Тура сол ақшаға ана басқа алыстау жерден одан 2 есе 3 есе үлкен жер алуға болады. Алыстау жерден үлкендеу жер алуға болады, бірақ спрос аз ба? Спрос аз болады. Онан кейін не ғой, ол жер әлі дамымағаннан кейін көп. Енді байқап тұрсыз ғой, мына қазір есік қаланың ішінде жүрміз да, үлкен ағаштар өсіп тұр мысалы. Ол жақта көбінесе ағаштар жоқ, ағаштар төмен болады, жел неғылады, құрылыстар көп жүрген, шаң тозаң көбінесе алыстау болады. Сәл халықтың өзі мүмкіндік болғанша осы ескі қаланың ішінде жаңа үй әрекет жасайды ғой. Өйткені арзан ба, қолжетімді ма? Бағасы қатты қымбатта емес, арзанда емес, орта бағада болады. Қазіргі таңда жылына 25 мың квадрат көлемінде болып тұр. Жоспарлап отырсыздар? Жоқ, биылдыққа тапсырады. Келесі жылдыққа где-то 50 мыңнан аса жоспарлап отырмыз. Биыл соғып жатқандарыңыз 25 мың квадрат. Иә. Қазір 4 ЖК соғып отырсыз. 4 ЖК соғып отырмыз. Әрқайсысы қанша квадраттан? Енді біреуінде 15 мың квадрат, біреуінде 8 мың квадрат, біреуінде 3,5 мың квадрат, біреуінде 7,5 мың, сондай. Ортақ есебі бір қанша 5 мың деп айтуға бола ма или 10 мың ба? 5 мың деп айтуға болады. Ал бір ЖК 2 блоктық бар, 3 блоктық бар мысалы. Солар көлем үлкен да. 15 мың квадрат, 17 мың квадрат, біреу 7 мың квадрат солай. В общем, Баке, егер де мен 10 мың квадрат ЖК соғатын болсам, қанша теңге керек? Егер 10 мың квадрат соғатын болсаңыз, жермен бірге есептегенде бір 4 миллиард қаражат керек. Ал жерсіз? 3,5 миллиард қаражат. Сонда жеріміз 500 миллион болып тұр. Көлемінде келеді, Не деген жер ол 500 миллион тұратын? Менің айтып жатқаным, ол комфорт плюс санаттағы үйлерді айтып жатырмын. Ол комфорт плюс санаттағы үйлер, ол локацияға қарайды. Ал локация өте
жақсы жер, ол қымбат жерлер болады. Как 10 соттығы 60 миллион деген сияқты ғой. Иә. Алла сіздердің крандарыңыз ғой, Мынау қателеспесем. біздің крандарымыз, иә, енді қойып көтеріп жатқанымыз. Бұл осы жерде, осы ЖК-мызда бізде 15 мың квадрат. 15 мың квадрат. Осыған бағанағыдай 15 мың квадратқа 2 миллиард жұмсадыңыз ба, сонда 4 миллиард? Жұмсалып жатыр қазір. Бұл жерде 42 сотық шығады. Бәке, егер де мен 4 миллиард теңге салып, ана үйді соқсам, квадратын 400 мың теңгеден салдым. Қанша теңгеден сатам квадратын? 500-ден сатамыз. 500 мыңнан сатамыз. 500 Яғни мен 4 миллиард салсам, 5 миллиардқа көтерем. Иә. Маржасы 1 миллиард теңге. Иә. Болды. Мынаның ерекшелігі не мына жердің? Ерекшелігі бізде, қалай айтсам, әртүрлі санатты салынады ғой. Кирпичный, монолитный. Бұл үй бізде монолитный болып саналады. Қайсысы жақсы жүреді? Сонда кірпіш жақсы жүреді, мен түсінуім бойынша баяғыдан бері. Негізі кірпіш жүреді. Өйткені жылы болады. Жылы болады дейді. Жазда салқын болады. Жазда салқын болады. Қазіргі замандарға салай, біраз жаңа материалдар шыққан. Кірпіштің орнын басатын, 2 есе басатын. Алдағы құрылыста көрсетеміз, олар қолданып жатырмыз. Яғни бір квартира 13 миллион теңгеге алуға болады. Кірпішпен соғылса 14-15 миллион бола ма? Иә. Одан кейін мен бір қарным ашатын нәрсе, басымдым, потолоктар пәс-пәс. Банда қанша? 2,5-2,70 дедіңіз ба? 2,75-тен сол ең төмен. Ең төмен, эконом класс. Неғып соны 3 метрлік соқпайсыздар? Тоже квадратқа әсер ете ме ол? Расход материалдарға 13 миллионның орнына 13-14 миллион аласың. 1 миллион қосып бересің. Мен одан кейін мынандай нәрсе мазалайтын сұрақтар ше. Мына ЖК соғылады. Одан кейін төбесі пустой болып қалады. Мен түсінуім бойынша бұның үстінде тағы қосымша бөлме бар. Өмір сүретінде кәдімгі жер үйдегідей есік алдына шығып, балконда қарап отыратындай. Пентхаус. Пентхаус дейді. Сараптаманың рұқсатын алып, пентхаустарды қоюға болады. Пентхаус бар я бұның үстінде? Салып жатырмыз. Жоспарлап жатсыздар. Қалай болатынын кейін көресіздер. Өйткені сұранысқа қарай, басқа условияларына қарай. Енді менен мынандай сұрақ туындап жатырды. Бана современный материал деп жатсыз, неге? Банаға монолитпен соғып, бірақ современный материалдармен әдемілеп оны қаптап, тура кірпіштегідей результат болатындай. Неғып бағанағы 13 миллионнан сатпасқа? Неғып олай жасамайсыздар? Біз қазір таңғы солай жасап жатырмыз негізінде. Сондықтан да сіздерде қолжетімді, дұрыс па? Қолжетімді, иә. Яғни адамдар комфортный үйде эконом бағамен тұра алады. Ал именно тура сонда үйге баратын болса, ол уже 13 миллионға емес, 17-20 миллионға алатын еді. Әр компанияның бағасы бар, өздері қояды. Менің потологым 3 метр деген сияқты. Бізде ондай жоқ. Біз қазір барынша эконом классқа ақша төлеп, комфорттың несін алалы. Қазіргі тұрған высотасы 38 метр. Қанша тұрады осы кран? 25 миллион. 25 миллион. Аренда қалсаң? Аренда қалсаң 3,5 миллион. Айна ма? Айна. Бағанағы машинаны көрдің ғой, Бағанағы машина айна 2,5 миллион. Бірақ ол 80 миллион тұрады. Қателеспесем. Ол мобильный да. Ол мобильный. Мобильный. Мынау 25 миллион тұрады. Айна 3,5 миллион алады. Негізі бұл бір жерде қадалып тұрғаннан кейін, бұның жұмысы негізі мобильный да. Жаңағы машина, автокран ол бір орыннан қайтып мына орынға келіп тұру үшін жиналады, уақытысы кетеді. Жарты сағат уақыт кетуі мүмкін, мына жаққа барып, ал жарты сағат уақытта башын экран 360 градусқа жұмыс жасай береді, бір орында тұру. 25 миллионға кран алсаң, бір сезонда ақы түседі екенсің. Бір сезонда. Негізі біз сатып алғанбыз. Арендада емес. 3,5 миллион неге біз 10 айда қолдансақ, мысалы 35 миллион төлейміз, 25 миллионға біз сатып алсақ. 10 миллион экономды отырмыз. 10 миллион экономдалды. Оны түсіндім. Ал құрастыруға қанша теңге кетеді? Құрастыруға 1,5 миллион теңге. Екі андай немен келеді дедіңіз ғой? Иә, құрастыратын компаниялар бар. Солардың келісім шартқа отырып, ақшасын төлейміз. Өз бетондап, астын күнестеп көйіп көреді. Яғни реновация бұл жерде де бір үй болған дұрыс па? Бұл жеке өзіміз үйді, жерді сатып алдық та, өзіміз қазір жеке салып отырмыз. Қанша қалдыңыз жерді? Жерді 60 миллион қалдық. 60 миллион қанша соттық? Жердің көлемі 12 соттық болған, 60 миллионға алдық. 12 соттық 60 миллион қалдыңыз. 6 соттықтан 2 үй сатып алдық бізді. 30 миллионнан, солай болды негізі. И соның 6 соттығына жер үй соғып отыр. 6 соттығы ауданы. Ауданы, и қосымша жеріміз бар мына жақта. Допат отыр. Машина қояды, балалар жүретін жер бар. Істепке, неге байланысты өтетіндей жеріміз бар, Астында парковка бар еще. Астында парковкасы бар. Жақсы, әдем. Негізі, Маке қараңыз.
Бізде реновация дегенде бұрынғы үйдің қазір салынып жатқан бұрынғы жағдай осындай болған. Аварийный болғанда 10 сотық жері болған, өзінің үйдің жері болғанда 10 сотықта тұрған. Біз алдық та кеңейтіп, оны доп отвод жасап, архитектурамен келісіп, землемелермен келісіп, біз үйді 22 сотыққа көбейтіп алдық. Енді бұрынғы тұрған үйде, мысалы, 2 қабатты болған, 12 пәтер болған. Ескі үйдің жалпы шаршы метр дейді, квадрат метр 600 квадрат болғанда, жалпы қазір салынып жатқан, мысалы, қазір бұрын 600 болса, қазір салынып жатқан, мысалы, где-то 3400 квадрат салып отырмыз. Енді қараңыз, енді біз бұл жерде 2800 квадрат сатылымға өзіміздің кәсібімізге сатылымға дайындап отырмыз. 600 квадратын бұрынғы адамдарға береміз. Өткен содан жерді алдыңыз. Уақытша квартирасын төлеп беріп жатырмыз. Бір жыл жүреді ғой, үй салып болғанша. Бір жыл жүрді, бір жылға біз төлеп тастадық. Қанша төлейсіздер әр адамға? Ол кезде жыл сайын қымбатшылық не болып отыр. Ол кезде біз алдын келіскен кезде 100 мың теңге ай сайын төлейтін боламыз. Біз бірдеңмен төлеп тастап отырмыз. 1 миллион бересіз? Иә, 6 айдан. 600 мың бересіз, 6 ай тұрады. Иә, 6 ай тұрады. Қарас үйіңіз бітіп жатса? Иә, сол графигімізге қарап, ары қарап тағы төлейміз қосымша. А так 1 миллион бересіз бір айда, бір жылда? Бір жылда. 10 ай жүрген үшін 1 миллион. Жобаға қарағанда қанша адам? 10 айға 12 тұрғынға біз 1 миллион 200 теңге төлейді. Ай сайын? Ай сайын. Ай сайын 1 миллион? Ай сайын. 10 айда 10 миллион бердіңіздер. 10 миллион беріп, өмір сүре тұр дедіңіздер. Жаңа үйге кіреді, тем более қосымша бесплатный біз ақша алмаймыз, қосымша 1 квадраттан 10 квадратқа дейін тегін не беріп жатырмыз. Квадрат беріп жатырмыз. Бұрынғы тұрған үйі 30 квадрат болса, 40 квадрат деген сияқты. Жақсы, бөлмелерің шаршы метрлерде жағып тұрып, 34, 48, 75. Мысалы, бір бөлмеліктен бұл болашақта салынады. Мысалы, 27 квартира бар, 2 бөлмеліктен 14 бар, 3 бөлмеліктен 31 бар. Шаршы метрлер жазылып тұр, 34, 48, 75. Потолоктары қанша? Бұрынғысы қанша еді? 60 болған, ескі үй қазір таза 3 метр алады. 3 метр. Онда рахат екен ғой? Иә. Онда таласып жатқан шығар адамдар менгінің орнына салды. Енді ұсыныстар көп түсіп жатыр. Біз барып сөйлескен кезде ішіне 1-2 сенімсіз деп қалады, бірақ біз қатты жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Өйткені қазіргі салып жатқан үйімізді бітіріп беріп алып, кейін барып сосын оны кірісесіздер. Оны кірісеміз. Жалпы сіздерге мен партнер бола аламын ба? Егер де мен, мысалы, білмеймін, 50 миллион теңгем бар, сіздерге бана партнерствоға салып, сол 50 миллион салып, маған үй соғайық бір бөлігінде деп ше? Негізі болар, сондай жоспар қарастырып жатырмыз. 3-4 квартирасын мен салуға не істейін? Иә. Аналар очередь күтіп отпай, сразу кірісе берейік деген сияқты теманы. Яғни мен 50 миллион салсам, определенный квартираның салуына салымшы болдым. Иә. Сөйтіп біткеннен кейін әр шаршы метрге үстіне қоятын қойып сата бересіз. Қойып сата бересіз. Болды. Бұрынғы мысалы үйлерде бұндай пластик болған жоқ қой. Кейбіреуінде пластикта, енді өздері қойып алған шығар олар. Жоқ, мақұл, мынау біз енді аспанмен келістіңіздер ме сонда? Айбарыс тұрғын үй кешені, аспанның профильдерін қолдандық біз. 5 камералы, қалыңдығы, айнегі 3 қабат. Дыбысқа изоляцияға жақсы. Жылы болады еще. Ішінде усиленный профиль болады, мынаның ішінде. Темірдің рамасы айнып кетпейді, жақсы сақталады. Так, темно-серый жүреді. Антрацит дейді ғой. Іші ақ. Комбинированный профиль қолдандық. 5 камера деген не ол? Қалыңдығын. Профильдің қалыңдығын санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 болады. 5 камера деген жылы болады. Жылы болады. И еще 3 стекло. Неғұрлым камера көп, арасындағы уже изоляция шектеле береді ғой сонымен. Мынау есік. Яғни бұл жерде сыртында темір жүреді. Біз қазір МДФ-пен қоямыз, темір сыртының іші МДФ жүреді. Дизайнға әдем теплый цвет деп аталады ғой, жылы. Жылы түстер, иә. Оның ішіне мин-плита кетеді, 5 см қалыңдық. Мынаны ашып көрсетейік. Пенопласт 2 см. Мынау темірдің сыртынан мынандай кетеді. Иә, МДФ қапталынады. Былай қарай қабатпен 5 см мин-плита жүреді. Одан кейін полистирол, пенополистирол, и одан кейін уже МДФ ішкі қабат уже. Мына жерде шум изоляциясын айтуды ұмытып кеттік. Кәдімгі машинаға жабыстыратын не емес па? Шум изоляция. Шум изоляция резина. бар. Мынау не де? Дыбысқа да, жылуға да. МДФ бұл ішкі. Екеуінің ортасында ше, мынау не? Ол тоже дыбысқа арналған. Жылуға да, дыбысқа да кетеді бұл. Бұл жерде 1 слой, 2 слой, 3 слой, 4 слой. Немен 5-ші слойы тұр?
еще мына сырты бар 6-шы слой. Мынаның өзі определенный нені жылылықты прямой темірден су құрғаннан. Енді басты мәселе слойында болып тұрған жоқ. Главный дизайны жақсы, и ары қарай шум изоляциясы жақсы, дыбысы да жақсы. Сол болып тұр ғой. Мынау полистирол бағанағы түсінім бойынша. Полистирол блогы. Бұл материал бізге балконның плитасына салмақты азайту үшін қолданғанбыз. Бұның ерекшелігі жылу өткізгіштігі өте жоғары. Себеп құрамында цемент бар, құм бар және шариктерді пенопласттың. Жылуға өте жақсы, шум изоляцияға да жақсы бұл. И салмағы жеңіл. Газоблокқа қарағанда. Біздің балкон жеңіл болушы. Сол беттер. Бұлар енді түпнұсқа ретінде қарастырғанбыз. Бірінші этаждың цоколь дейді ғой. Цокольға жаңағы бірінші қабаттың сыртына. Бірақ біз қазір ФЦП қолданамыз. Фиброцементный панель. Ішінен утеплениесін бөлек жүргіземіз. И профильмен заклепка арқылы қатыратын боламыз. Сіз сұрақ бердіңіз, үйдің қайсысы қымбаттау, қайсысы арзандау сатылады бойынша. Мысалы біздің Шымкентте көбінесе мына кірпішный үйге қызығады. Кірпішный үйдің бағасы әрдайым өз бағасын ұстап тұрады. Қазір мынау 7 қабатты үй, полный кірпішпен салынып жатыр. Бұл қаншадан квадраты? Болашақта 450-ден сатамыз деген ниеттеміз. Сапасына келсек, нормативтер сақталып, мысалы бізде мына 15 сантиметрлік сердечный қалыңдықтарды қолданып жатырмыз. Колонналарымыз қалыңдау, 50 сантиметрге дейін барады бізде қалыңдықтары. Егер де менде жер бар болса, 10 соттық жер, реально 1000 квадрат соғу үшін менде қанша теңге болу керек. Көп жерде мынандай ғой, мен қарап отырмын, әртүрлі ЖК-лардың астындағы коммерциялық объекттерді көремді. Кеше көріп шықтым мен Крышада. 130-150 квадраттық дейлер, 120, 130, 150 миллион теңге. Местоположениесіне де байланысты. Иә, местоположение. Егер де мен 10 соттық алып, 150 миллион сөйға салатын болсам, одан 10 есе үлкен 1000 квадрат соға аламын ба? Енді нормативке тура келсе болады. Яғни мен 150 миллионды ЖК-ның астындағы неге салғанша, жеке өзіне салсаң, одан 10 есе үлкен квадратты соғып аласың. Одан кейін өзің қожайын ол жерде. Сіздерге сол 150 миллионды берсек, соғып бере аласыздар ма? Проектісін сызып, заказчикпен келісіп, қалай болады, қалай қанша квадрат болу керек, нормативтерін бәрін сақтап, салып бере аламыз. Жақсы. Жалпы мынау үй алатын кезде көбісі сатып алатын адам үйде дұрыс емес нәрселерге мән береді. Менде мынандай сұрақ туындайды. Біз өзіміз үй іздеген кезде біз рабочий кухнясы бар үй іздедік. Яғни анау студия бір бөлек, ар жағында есіктен өтіп, рабочий кухнясы бір бөлек. Әйел адамдарға керемет мүмкіндік. Егер де сіздер сондай үйлер соқсаңыздар. Негізі түсіндім, кухняның екі түрі бар. Бір үйде болады, бірақ біреу рабочий кухня дейді, біреу гостевой кухня дейді. Бірақ бұл нелер основном бизнес санатқа үйлерде қолданылады. Не үшін бизнеске, именно не үшін байлар қолдану керек екен соншама? Енді бизнес деген бизнес санатта олар квадрат үлкендеу болады да, мүмкіндік көп. Ал қазір комфорт эконом класса квадрат аздауда оны қолданамыз. Бір үйде екі кухня бар ма дегендей да, бір бөлмеде екі бөлме. Мақұл, ол кухня деген қанша квадрат болады? 9 квадраттан басталады. 9 квадрат, 10 квадрат. 15 квадратқа дейін барады. Ал бана рабочий кухня қанша болатын еді негізі? Рабочий кухня негізі өте ол да өзі 9 квадрат па? Ол сәл кішірек болса болады. 8 квадрат. 8 квадрат, 6 квадратты жетеді. 6 квадрат рабочий кухня. Енді 9 квадраттың 6 квадратын рабочий кухняға неужели қылуға болмайды? Күшті сұрақ қойып отырсыз. Болашақтағы мына қазір жоспарлап жатқан ЖК-лар бастап ендірейін деп жатырмыз. Давай былай жасайық. Біздің көрермендерге бизнес класстағы сондай үй соғып беріңіз экономның бағасымен. Әр біздің көрермен келіп сізден үй алатын кезде жеке өзінің рабочий кухнясы болатын қылып, ана студиямен біріктіріп жіберіп, әдемі қылып, спальняларында гардероб бар, туалет ваннасы бар қылып, сондай қылып соғып беріңіздер. Сөйтіп эконом бағамен ұсынайық. Сөйтіп жұрт жасамаған нәрсені жасайық. 13 миллион, 15 миллион, 20 миллионға әдемі үйде тұрсын. Келістік па? Келістік, Мінеке халықтың алдында сөз беріп жатыр. Ертең күні сіздер, именно сіздер. Ана тек қана байлар емес, кәдімгі қарапайым халықта қол жетімді бағамен бизнес класстағы үйде тұра алатындай үй соғады Құдай қаласа. Мінеке куәсіздер. Мына астында Билайфтың номерін қалдырып кетемін. Хабарласыңыздар. Жоқ, мен ақшам бар, 100 миллионым бар, салам, мен давай бірге үй соғайық десек. Ссылкам бар. Соған жазыңыздар.
бірінші маған хабарласыңдар деп клиенттермен. Жоқ, мен үй алам дейтін болсаңдар, үйге хабарласыңыздар. Жоқ, мен жерім бар, үйім бар дейтін болсаңыздар, соған хабарласыңыздар. Варианттар өте үлкен, өткені. Мен естуім бойынша, егер де сен жерің бар болса, шынымен спросқа ие болып үстіне құрылыс үй тұрғызуға сәйкес келетін болса, брат деп келісіп көруге болады деп ойлаймын. Мен мына жерімді берем, хотя бы бір квартира берші үстінен дейтіндей. Иә? Болады, иә. Болды. Байланыстамыз, барлықтарыңызды жақсы көрем. Келесі видеода кездескенше біздің бизнесмендер клубына қосылыңыздар, айтпақшыдай. Видеоны лайк басыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Сау сәлемет болыңыздар.